Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Есімбекова Майра, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен етті бәліш пісіретін боламыз. Орысша айтқанда мясной пирог қамыры, песочный қамыр. Ал бастайық. Ең бірінші ұнымызға сары майымызды үккіштен өткізіп аламыз. Сары май болсын, немесе маргарин болсын, өз қалауларыңыз, өздеріңізде үйде не бар, соны өткізіп, ұнымызбен майымызды алақанымызбен осылай ысқылай отыра үгітеміз. Орысша айтқанда крошки деп аталады. Осындай ұн мен майдың бірігуі. Осы қалыпқа келген кезде міне осындай әдемі болып қаймағымызға немесе айран қолдансаңыздар болады. Менде бүгін қаймақ, орысшасы сметана. Кейбіреулері сұрап жатады. Осы қаймағымыздың үстіне тұз, нан қопсытқышымызды, бір жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырамыз. Осы сұйықтықты қазір ұнымызға құйып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қолға мүлдем жабыспайды, бірақ жұмсақ әдемі эластичный қамыр болады бізде. Қыздар, менің кішкене сөйлеуім қиындап тұр. Тағы да айта кетейін, тісіме, денсаулығыма байланысты кішкене қиындау болып тұр. Сөйлеуім қатты көңілге алмайсыздар деген үміттемін. Міне осындай әдемі жұмсақ қамыр пайда болды. Енді осыны біз целлофанымызға салып, холодильникке жібереміз жарты сағатқа. Сол аралықта біз 2 орташа картопымызды, 300 грамм сиыр етін ет тартқыштан өткізіп алдым. Тұз, дәміне қарай қара бұрыш және үлкен бір пияз керек. Бір жұмыртқа ол бетіне, бәліштің бетіне жаққанға қойып қойдық. Міне картопымызды, пиязымызды майдалап, төртбұрышты етіп тураймыз. Осыны ет бәрін біріктіріп, тұз салып, дәміне қарай қара бұрыш салып, араластырып дайындап қоямыз. Пиязымызды да майдалап тураймыз. Мен бұл жерде бір үлкен пияз қолдандым. Сол жеткілікті болды маған. Мыналар артылып қалды. Міне салмасын дайындап жатырмыз. Қазір бәрін жақсылап араластырып дайындап қойғаннан кейін біз қамырымызды жаюға кірісеміз. Қамырымызды міне алдық. Холодильниктен осыны екіге бөлеміз. Бір жағы үлкен, бір жағы кішірек болу керек. Үлкені астына кетеді, ал кішірегі бетін жауып, шетін түйгенге. Міне осындай өзіңізге байланысты табағыңызға домалақ қылып пісірсеңіздер болады. Егер бұл менде үлкен бір пирог шықты, бір бәліш шықты, қыздар. Егер де сіздер кішірек қылып 2 бәліш пісірсеңіздер болады. Міне бір астыңғы бөлігін жайып, табамызға салып қойдық. Енді үстіңгі бөлігін жайып жатырмыз. Осы бәліш өте дәмді, қыздар. Осы рецептпен жасасаңыздар, еш өкінбейсіздер. Дәмі де керемет, оңай жасалуы. Ешқандай қиындық тудырмайды. Енді салмасын саламыз. Міне барлық салма кетті. Осыны жақсылап барлық жеріне жайып, үстіне сары майдан, міне қазір көрсетем, осылай аз-аздан сары майды 4-5 жеріне осылай сала кетіңіздер. Сол кезде сочный болып піседі, әдемі болып, ішінде согымен болып піседі. Аз-аздан осындай тигізіп салып қойыңыздар. Енді бетін жабатын боламыз.
үстіңгі қамырын салып, осы қамырды сіздер самсаға да қолдансаңыздар болады, қыздар. Песочный қамыр бұл. Ең бірінші осылай бекітіп аламыз айналдыра. Содан кейін өрім жасайтын боламыз, оны да көрсетемін. Негізі менде самсаның түйу әдісі бар. Сіздерге үстіне қазір қойып кетемін. Сілтемесін, сомен өтіп көрсеңіздер болады. Міне осылай әдемелеп өрім жасаймыз. Міне жақынан көрсетіп жатырмын. Осылай өрім жасап шыққаннан кейін, қыздар, бәліштің ортасын кішкене тесіп қоямыз. Ол біздің бәліштің ішіндегі артық ауа шығып тұру үшін, әйтпесе оны кішкене тесік қалдырмасаңыздар, бәліштің беті көтеріліп, ішіне ауа толып, бетіндегі қамыр күйіп кетеді. Сол үшін кішкене осындай тесік қалдырамыз, артық ауа шығып тұру үшін. Бетін жұмыртқаның сарысымен немесе осы бір жұмыртқамен бетін жағып шығамыз. Әдемі қылып сүт қосып жұмыртқаға олай да болады. Мен қоспадым, бір ғана бәліш болғаннан кейін. Үстіне күнжіт, мак, осындай қара күнжіт сеуіп, пештеріңізге, ысып тұрған пешке жібересіздер. 50-60 минут 180 градуста. Сіздер өздеріңіздің пештеріңізге қарай температурасын қоясыздар. Міне осындай әдемі керемет бәліш пісті. Дәмі енді керемет, сөз жоқ, бір сөзбен айтқанда дәмі күшті. Жасап көріңіздер осыны. Жасап көргеннен кейін осы видеоның астына өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып, мені қолдап отырыңыздар. Дәмі қалай болды, ұнады ма сіздерге? Осы қамырды, қыздар, сіздер самса пісірсеңіздер де болады, тағы да айта кетейін. Міне осындай песочный болды, дәмі керемет. Видеоның астына керек заттарды қанша мөлшерде кеткенін жазамын сіздерге. Сіздермен болған Есімбекова Майра. Астарыңыз дәмді болсын. Осы видеоны достарыңызға таратыңыздар. Мені қолдап, лүпіл баса кетіңіздер. Рахмет көп.